Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазы айналдырудағы бір лайфхакпен бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін көріп, сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Ол үшін бірінші қазыны біз тұздап алатын боламыз. Тұздау үшін 2 килограмм чеснокқа 2 пачка тұзымызды жақсылап салып араластырып аламыз, және де міндетті түрде қара бұрыш қосамыз. Одан кейін осылай тілінген қазыларымызды жақсылап тұздап шығамыз. Барлық жетіне тигізіп, жақсылап жағып шығамыз. Бізде қазыны ер кісілер бірден тіліп береді. Және де айналдыратын кезде тұздап бірден чекке тыға бересіздер. Оны қойып, тұзы сіңсін деудің қажеті жоқ. Чеснок болғандықтан ол ұзақ тұратын болса қарайып кететін болады. Сондықтан осылай барлық жетіне жақсылап тигізіп, бірден чекке салып тығып аласыздар. Және де қалауларыңыз бойынша үстіңгі жағындағы қабырға сүйектерін кесіп алып тастауға болады. Немесе осы қабырға сүйектерімен бірге кіргізіп қойсаңыздар болады. Бізде мама, яғни енем, осы қабырға сүйектерімен бірге 2-3 жасап қояды. Құда сондай шақырғанда ұятты кісілерге осы қабырғамен ұсынады бүтіндей қазыны. Видеода көрсетілгенде қабырға сүйектерін алып тастайсыздар, оны бөліп, әр ет салған кезде салып жіберсеңіздер болады. Немесе наурыз көжеге қолданған өте жақсы. Сақтап қойып, көктем айында наурыз көже жасасаңыздар өте жақсы болады. Енді біз қазыны айналдыруға осындай құрылғыны көрсеткім келіп тұр. Бұл қолдан жасалған құрылғы, 1 метрлік ұзындығы және де 75-тік трубаны алып, осылай үстіңгі жағын кесіп, жақсылап егеп жасалған, қолдан жасалған құрылғы. Шегімізді кіргізген кезде осылай шекті жыртып кетпеу үшін осылай шет-шетін егеп жақсылап дайындап алады. Енді осы құрылғымыздың ішіне қазымызды саламыз жақсылап, және де шегімізді кигіземіз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Мына жерде енді сіздерге шекті жуу жолын көрсеткен жоқпын, бірақ шекті міндетті түрде ары айналдырып, бері айналдырып, жақсылап тұрып, тұзды сумен жақсылап жуасыздар, және де сәбіз немесе пиязды өткізіп, ары-бері өткізіп, шектеріңізді дайындап аласыздар алдын ала. Және де осылай қазын айналдырасыздар. Болды, осымен қазыларыңыз бірден айналып дайын болып шыға келеді. Енді екі шетін осындай шпажканың көмегімен түйреп қоясыздар. Міне. Бұл жерде мен жеңгелерім жасап жатыр. Сіздерге барынша түсінікті болсын деп асықпай барын көрсетіп жатырмын. Міне екі шетін осылай жақсылап түйреп аласыздар да, сол жерінен шекті кесіп тастайсыздар. Сонымен сіздердің қазыларыңыз дайын. Осы әдісті, осы лайфхакты сіздер қолданып көріңіздер. Өте тез айналдырылатын болады. Видео ұнаса каналға тіркеле кетіңіз.